Кейбір адамда есте сақтау қабілетінің нашарлығынан кейбір кездесулерде кейбір адамдарға жауап беруді ұмытып кетеді. Соңында олар адамдарға ренжіп, немесе адамдар оған ренжіп, соңында бір қандай да бір проблема туындайды. Сол проблеманы алдын алу үшін сіз осы техникаларды жасауыңыз керек. Ал кеттік пе? Кеттік. Бірінші техника, сіз алдын ала жоспарлап қойыңыз. Яғни күн басталмай тұрып сіз жоспар құруыңыз керек. Яғни мынандай уақытта мен осындай кездесуге баруым керек. Және бұл маңызды адам деп қызылмен бояп қойсаңыз болады. Себебі бұл приоритет қоюға көмектеседі. Сіз жоспарыңыздың басты бөлігін сол бөлікке фокус қоя отырып орындайсыз. Бұл сіздің бірінші техникаңыз. Екінші техникаңыз, егер сіз ақпаратты жаттауыңыз керек болатын болса, сіз оны интервалда әдіс арқылы қайталасаңыз болады. Яғни қайталау ол білім анасы. Сіз ақпаратты жедел түрде жаттау керек болатын болса, сіз 1 минут және 5 минут, 10 минут деп өте қысқа периодтарға бөліп, сіз солай қайталау арқылы сіз есте сақтауыңызға болады. Егер сізге ұзақ мерзімді ақпараттарды жаттау керек болатын болса, сіз уже үлкенірек периодтарды аласыз. Яғни 1 сағат, 1 күн, 1 апта, 1 ай деген сияқты солай кете береді. Сіз үлкенірек периодтарды алған сайын сізде ұзағырақ память қалыптаса бастайды. Және келесі бізде техника ол бізде визуал беру. Яғни сізде бір ақпаратты жаттау керек болатын болса, сіз оған визуал берсеңіз болады. Яғни мен айтайын, сізге тарих жаттау керек болады, даталарды және хронологиялық. Оны мен қалай жаттаған болар едім? Мен тарихты мысалы бір Орбұлақ шайқасын жаттау керек болатын болса, мен оны шайқас болып жатқан уақытын елестетіп, және сол жерде 1643 деген сияқты сандарды визуализация етіп, сол жерден жаттап алатын едім. Егер маған Орбұлақтың қай уақытта болғанын сұраса, мен сол уақиғаны есіме түсіріп, сол сандарды айтып беретін болатын едім. Енді бұл сізге көмектесу керек. Себебі бұл визуал дейтін көбіне адамдар көп қолдана бермейді, бірақ өте маңызды техникалардың бірі. Келесі техникалардың бірі ол ойын арқылы жаттау. Көп адамдар ойын ойнаса есінде қалады. Яғни қандай адам ойнады, кім ойнады, қалай ойнады, бәрі есінде қалады. Ал соны білімде қолдансақ ше. Мысалы, қазір ақпарат жаттау үшін түрлі квиздар бар. Жарысып, сіз ақпараттарды есте сақтай аласыз. Немесе қазір таңда көптеген ойындар шығып жатыр, соларды қолдансаңыз болады. Осы ақпараттарды қолдана отырып, сіз өз өміріңізді өзгертіңіз. Себебі қазіргі таңда өте маңызды адамдарыңыз көп болуы мүмкін. Сол адамдарды өзіңізде сақтап қалу үшін олардың айтқан сөздерін және әңгімелерін және маңызды кездесулерді сіз ұмытпаңыз. Себебі ол сіздің жақын адамдарыңыз. Егер сіз олардан айырылатын болсаңыз, сізде ешкім қалмайды. Егер бұл видео сізге пайдалы болатын болса, менің арнама жазылып қойыңыз. Себебі менде осындай тұрақты видеолар шығып отыратын болады.